Шындығында Шыңғысхан ешбір соғыста жеңілмеген. Неге деген сұрақ туындайды менде осы. Расында неге Шыңғысханның аттары басқа әскерлерге қарағанда жүйрік болған? Неге Шыңғысханның садақшыларының оқтары басқа әскерлердің оқтарына қарағанда алысқа ұшқан? Расында Шыңғысхан ол күшті стратег болған. Ол кісінің жүйесі өте мықты болған. Соғыс болатын жерді алдын ала болжап, сол жерге адамдарын жіберіп, соғыс күні қандай ауа райы болатынын алдын ала зерттеп алған. Сосын желге қарсы еш уақытта шаппаған. Аттары жерге қарсы шаппағаннан кейін, желмен бірге шапқаннан кейін аттары жүйрік болған. Сол үшін де ол кісінің жебелері алысқа ұшатын болған да. Расында ойланып қарасаң, ол кісі тек анализ жасаған. Кәсіпте де дәл солай. Анализ өте бір маңызды этап, өте маңызды құрал. Кейбір кәсіпкерлерге қарасан, тірліктеріне қарасан, желге қарсы шапқанды өте қатты жақсы көреді. Расында егер біз 2-3 қадамға алдын ала ойлап үйренетін болсақ, онда біздің кәсібіміздің өсуі әлдеқайда жылдам болатын. Себебі кез келген кәсіпкер ол лидер, ол көшбасшы. Сондықтан кез келген басшыға стратег болу, алдын ала 2-3 қадамға ойлау ол керек қасиет деп ойлаймын. Бір жақсы бір инсайт бере алдым деп ойлаймын сіздерге. Рахмет.